Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу 30-ші сабақ. Бүгінгі тақырып мектепке барып келемін. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисың, қажетті ақпараттарды белгілейсің. Бірінші тапсырма: осы суреттерге қарап мектепке келуің, мектептен қайтуың жайлы әңгімеле. Таңертең ерте тұрып жылы киініп мектепке келемін. Достарыммен жаңа сабаққа дайындаламын. Сабақтан кейін қуанып үйге қайтамын. Күнім қызықты өтеді. Екінші тапсырма: өлеңді түсініп оқы. Мектепке. Ашық күнде жарқырап, жаңа жауған жатыр қар. Адамдардың беттерін домбықтырып тұр ызғар. Жатырсыңдар неге ұйықтап, күн шығып қалды балалар. Таңертеңгі аязбен мектебіңе жөнел бар. Міржақып Дулатов. Мектептен қайтып балалар қызарып беті суықтан, үй алдында майлы аяқ жатыр еді суықтап. Құйрығын бұлғап еркелеп, қылды қылас шындықтан. Күле шулап кірсе үйге, самауыр тұр бу шыққан. Тойып алып тамаққа, балалар жатып тыныққан. Үшінші тапсырма: өлеңнен суретке қатысты жолдарды тап. Мектептен қайтып балалар қызарып беті суықтан. Таңертеңгі аязбен мектебіңе жөнел бар. Төртінші тапсырмада екі өлеңді салыстырыңдар. Өлең қалай аталады, авторы кім, жылдың қай мезгілі туралы айтылған, оны неден аңғардың, сол өлең сөздерін жолдарын тап деді балалар. Бұл жерде өлең мектепке, мектептен деп аталады. Екі өлеңнің де авторы Міржақып Дулатұлы. Екі өлеңде де қыс мезгілі туралы айтылған. Біріншісі: таңертеңгі аяз, жауған қар, адамдардың беттерін домбықтырып тұр ызғар. Екінші өлеңде: үй алдында майлы аяқ жатыр еді. Тойып алып тамаққа, балалар жатып тыныққан. Бесінші тапсырма: ойланып жауап бер. Сабақтан кейін ата-анаңды тосып тұр едің. Әдемі көйлектегі бейтаныс адам саған: мен сенің әкең жіберді, жүр үйіне апарып тастайын деді. Сен не істейсің? Мен бөтен адамдар шақырса бармаймын. Сөйлеспеймін, себебі анам солай үнемі айтып отырады. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.